Сәлем достар, сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі. Бүгін сіздерге салмасы сондай сочный, тестісі өте жұмсақ болып шығатын чебуреkiдің рецептісімен бөлісетін боламын. Барлық ингредиенттер төменде көрсетілген. Ең алдымен бізге қайнаған су қажет болады. Содан соң 1 шай қасық тұзымызды, содан кейін 1 ас қасық сұйық майымызды құйып жақсылап араластырамыз. Содан соң осы сұйықтыққа еліктен өткізілген ұнымызды аз-аздан қосып, жақсылап араластырып, ең соңында жұп-жұмсақ қамырымызды шығарамыз. Достар, каналыма тіркеліп, видеоларыма лайк басуды ұмытпаңыздар. Мінекей, қамырымыз дайын, енді жарты сағатқа тыныштыққа қойып, чебурекіміздің салмасын дайындай берсек болады. Ол үшін бізге өте ұсақталған пияз, татымына қарай тұз, бұрыш және фарш қажет болады. Ылғалды, яғни сочный болып шығу үшін су пайдаланамыз. Барлығын жақсылап араластырып, дайындап аламыз. 30 минут тыныштықтан кейін қамырымызды алып, бөліктерге бөлеміз. Менде 10 бөлік шықты. Қамырымызды тыныштыққа қоюдағы ең басты мақсатымыз ол иеқанады, яғни оқтаумен жазған кезде ыңғайлы және жұмсақ болады. Мінекей, әрбір бөлігімізді осылайша оқтаумен жұқа етіп жайып шығамыз. Содан соң видеода көрсетілгендей фаршымызды саламыз, яғни салмамызды саламыз. Жұқалап жаямыз. Және де қамырымызды бекітіп, шеткі жақтарын шанышқымен әдемілеп шығамыз. Осылайша барлық чебурекімізді дайындап алып, қызған майға салып, екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Достар, қараңыздаршы, өте әдемі және дәмді болып шықты. Салмасын айтсаңызшы, өте сочный. Қамыры сондай жұмсақ, көпіршікті болып шықты. Сіз де жасап көріңіз.